өзі рискованный, бас миының былай айтқанда бір жақ беті полностью жұмыс жасамайтын ол кісінің. Бұл өз өмірінен айырылып қалуы мүмкін. Ай маған бір 9 жыл сияқты болды. Өзің да. Мен былай айтқанда 5 маманға қарсы шығып отырмын. Ашып жұмғанша мен аудиториям прям 25 мың болды. Бірақ ай келдім, нәтиже қайда деп жаңағыдай 8 жыл ауырған нәрсесін бір айдың ішінде емдеп алу деген нереальный нәрсе болып тұр ғой айтқанда. Ну, естественно, потому что мүмкін емес ондай нәрсе болуы. Бұл өмірде чудо жоқ. Сонда келіншектерге бізге сабырлық керек, үнемі жаңаға ем шарасын уақытында айтқан мөлшерде жасап отыру керек болып тұр ғой. Иә. Енді қазіргі таңда өте көп кеткен ғой выделение бойынша. Неше түрлі аты заты жоқ. Иә, сондай бір свечи, тампондар, неше түрлі керемет бальзамдар, тағы неше түрлі шығып кеткен. Олардың ішінде гинекологтардың да жүр. Енді қазір маркетингтің дамыған уақыты ғой, дамып тұрған кезі, иә, заман сондай болып кетті да. Бір ғана нәрсемен бір 10-15 шақты ауруыңды жеңіп тастаймын деген нәрсе жүріп тұр ғой қазір. Иә. Миомасында, полипында, әйелдердің сосын былай айтады ғой еще. Менің асымнан дейді, мусор сияқты іртік бірдеңе түсті дейді. Мен таң қалам, шын айтам. Мен айтам, сен маткаң мусордан тұра ма екен деймін де. Матка ғой ол емес, сен аузыңнан мусор шықпайды ғой енді. Былай қарап тұрсаң, сен қанша тамақ жесеңіз де мусор шықпайды, ет шығуы мүмкін, дұрыс па? Жауапсыз тұрып қалған деген сияқты. Естімен шок боламын. Енді қарап тұрсаң, тампонның ішіндегі шөп шалаңдар ғой енді шығып тұрған, былай қарап тұрсаңыз. Бірақ соны қорықпай сататын адамдарға да таң қаламын. Солай айтып тұр ғой енді, жаңағы бір тампон сенің астыңнан мусорыңды да шығарады, ауруыңды да шығарады, іріңіңді де шығарады деп тұр ғой. Солай посыл болғаннан кейін ол соны сеніп алып, халық соған сеніп тұр, иә. Бірақ өкініштісі жаңағыдай. Өкініштісі адам өзінің денсаулығына зиян келтіріп тұр. Ол одан наоборот өте көп зиянын сезеді. Ол қазір уақытша нәрсе болуы мүмкін ішінде. Бұдан білмейсіз да оның ішінде тұрған. Мысалы мен екі тамақ әкелемін. Сіз біреуін біліп тұрсыз, бұл плов, екіншісін білмей тұрсыз да. Сіз оны жемейсіз ғой. Бірінші иіскеп көресіз, дұрыс па? Не науа деген сияқты қолып батыр дәмін көресіз. Содан кейін барып жейсіз да. Сол сияқты да. Ал біз қынапқа салған кезде ол эксперимент жасау жоқ та. Сразу тыға береміз да. Айтты ғой, бұл тыға беру керек та. Әр нәрсеге басымыз ұрамыз. Екі әйелдің ауру себебінің түп тамыры басқа да жатуы мүмкін ғой сонда. Әрине. Элементарно даже витаминнің өзінде осындай нәрселер болған. Мысалы витаминнен дәрігер емес, бір нутрициолог деп оқып алған, өзі химик па, бір нәрсе мамандығы, негізі медицинаға қатысы жоқ мамандық. Енді қазір нутрициолог екінің бірі оқып жатқан жоқ па бізде. Сол бойынша оқыған направо налево витаминдерін берген, соның ішінде калийді берген. Ой, саған 3 ай ішу керек деген. Калийді 2 ай ішіп бізге келген кезінде, представляете, примерно бір апта уақыт алған ғой. Бір аптада жүрек жарылып кететін еді. Түгі қалмай үзіліп кетуші еді жаңағыдай. Өліп кетуші еді, былай айтқанда адам бар ғой. Ну бізде осындай да направо налево да. Калийдің жаңағы жүрекке қалай әсер етіп тұр сонда? Калий біздің жүрек бұлшық ет қой. Бұлшық ет ол микроэлементтерден тұрады. Минерал заттардан тұрады. Вот оған минералды калиймен бірге жүретін натрий бар емес па оның қасында. Ол болса жұмыс жасай алмайды емес па. Егер бір-біріне кез келген баланс, бізде бір баланспен жүреді. Дисбаланс болмау керек та. Әр нәрсенің өзінің балансы бар. Міне, мысалы витамин B6 сіңу үшін оның жанында B1 болу керек. D3 сіңу үшін K2 болу керек. Осының бәрінің өзінің сіңетін нәрсесі болады да. Ал бұл жерде таң қалғаным, бере салған ғой енді направо. Оның сіңетін не екенін түсініп тұрған жоқ, медик емес қой. Сол адам, мысалы, бір аптада өліп кетуі мүмкін еді да. Себебі оның жүрегі ауырып жүрген, ол оны витаминнен көрмеген, біріншіден. Екіншіден, калийді біз реанимациядан өзінде қолданған кезде өте с осторожностью қолданамыз да. Реанимацияның өзінде жай ойланып, точно керек па деген нәрсемен қолданылатын нәрсе. Әсері қатты болып тұр ғой сонда. Сондай нәрселер бізде болады. Сол себептен әйелдер айтып, маркетингке сенбе. Ешкімнің нәрсесіне сенбе. Сен лучше бар, определенный врачтың алдына барған кезде, сізге сұрақ қойған кезде, сіздің сұрағыңызға жауап бергеніне қарап ақ, ол дәрігердің біліктілігін көруге болады. Екі сұрақпен қадап тастауға болады дәрігер, былай айтқанда оқымаған дәрігерлерде. Сол сияқты уже сразу білесің ғой, деп қалғаннан уже өтірік айтып тұрғанын білуге болады да. Сол сияқты көр, эксперт екен, сендің бе, онда бар да еміңді ал. Болмаса поликлиникаға бар. Себебі поликлиника ол гос қой, гос болғаннан кейін олар қорқады да, әрбір берген дәрісі үшін ол государство жауап береді, қорқады да. Сол үшін соған бару керек та болмаса. Мына частныйдан білмейсің ғой қандай адамдар жатқан ол жерде. Яғни өзіңнің ағзаңдағы дефицитті білмей тұрып, қандай патологиялар бар білмей тұрып, аузыңа еш нәрсе тықпа деген сөз ғой. Элемент, иә, әрине. Енді 7 жылдық стажы бар гинеколог дегенде адамдар бірден мені босандырып алатын да кісі осы екен ғой деп жатады ғой. Осы туралы айтсаңыз. Мен бастапқыда акушерствода жұмыс жасағам, босандыру бойынша, бірақ мен ол нәрсеге
мен күйеуім қарсы былай айтқанда, себебі ол жақта сменге түсу керексің, түнгі жұмыс болу керек деген сияқты. Ал түнде мен күйеуім жібермейді, мен обязательно кешке үйде отыру керекпін. Бір жағынан сол бар, екінші жағынан өзім де шаршаймын, себебі күндізгі жұмыстармен. Қазір мен бұрын мысалы акушерствоны миыма қатты құйып алған болсам, қазір менің миымның бәрін уже гинекология, эндокринология сол жаққа кетіп қалған да, уже большинство жаңағы бесплодие, эрозия, рак деген сияқты нәрселермен. Ну наоборот, мен онкологияны оқығым келеді бұл жақтан. Көп онкология ерте анықтау нәрселерді мен оқығым келеді бұл жақтан да. Босану бойынша мен қазір қабылдамаймын, кезінде қабылдаған, бірақ бір оқиға маған өте қатты шок әкелген. Яғни жанымда бір кісі тұр, дәрігер стажымен, сол кісінің жанында мен резидент жанында жүрмін да, енді көмекші болып. Осыдан 4 жыл бұрын болу керек, қателеспесем. 4 жыл бұрын жаңа кісімен бірге жүрміз, и приемный покойға бір әйел келеді. 7-ші жүктілігі, 5 баласы бар, 6-шысын выкидыш, есімде толыққанды жоқ екен. Сонымен бұл 7-ші жүктілігі. Енді біз әйелдер андай ғой, әр жүктілікті пісіріп барайын дейді. Толғаған қысым, толғаған пісір дайын болып барам. Сразу жаққа барып жүрген жоқ, дайын болып барам деп. Сонымен жаңа толғаған пісіріп келген, тура күшеншегі уақытында келді, шақырды бізді, бардық, көрдік, тексер, шейка уже ашылуға дайын тұр. И дәрігерім жаңа жанында тұр, орыс кісі тұрған, көрді, а что ты так пришла, деді, жыла жүрді. Бәрден көзінен жасы, орыс әйел, дәрігер орыс, акушер-гинеколог орыс. Төрді бәрден жыла жүрді. Көремін, жаны таң қалып тұрмын, жанында тұрмын, не үшін жылап жатыр? Мен әлі жап-жаспын, практикантпын, былай айтқанда. Жындыма не үшін жылап жатыр деген сияқты нәрсе тұрды менде. Тудырып алмай ма? Тудырып алмай ма, несі қарамай ма, тексермей ма деген сияқты. Сонымен неге бұншалықты кеш келдің деп тұрған аған, сонымен өзі жылап тұрды. Тұрады қызыл точканы басады, розалда өзінде сигнализация бар, сигнализацияны басады, ол жерге сразу анестезиолог, реаниматолог, бәрі келеді, хирург деген сияқты. Экстренный, да. Бәрі келді, тұрмыз, бірнеше дәрігерлер тұрмыз. Сонымен варикоз, жаңағы әйелде как галерея, былай шығып кеткен варикоз аяқтарында, да, кәдімгі аяқтардың бәріне. Примерно варикоз 2-3 степень. Женский жағында точно варикоз тұр. Сонымен уже күшеншек, ол кезде күшеншек деген басы шығып тұр деген сөз, ол кезде кесар тілігін жасау мүмкін емес. Сонымен әйел босанды. Кесар тілігін жасау мүмкін емес, ана бала басы кіріп қойған себебі уже шығу керек. Уже шығу керек, оны ары тартып аламайсың да. Сонымен босанды әйел. Баланы жыңғылағандасың деп жылаған дауысын әйел естіді, бір қаратты, ұйықтап кетті. Сол ұйықтаған кезде мен сөзі түсіндім, ана дәрігердің не үшін жылағанын. Ол қорыққан екен әйел өліп кететін. Ол сезген екен осы әйел өліп кететінін біліп жүрмін. Сонда қараңызшы, 7 баласы бар да, енді 6 баласы точно бар ғой, енді 7-ші жүктілігінде 7-ші точно бар. 7-ші баласын босанды, баласының дауысын естіді, қарады, бір рет кетті ғой. Ол әйелдің өзі де сезіп тұрған ғой сонда, білген сияқты да. Сол күйінде әйел көзін ашқан жоқ. Мүлдем ашқан жоқ. Смерть во время рода деген осы. Осы, сол күйі өліп кетті. И мен аузым ашылып қарап, шоковый состояние тұрмын менде. Не істерімді білмей тұрмын да. Әйел денесі бәрден көгерді кетті. Сонымен енді оны күйеулер түсіне ма, оны басқа біреу түсіне ма, олардың бәрі жаңағы түсіндер дұрыс қабылдамадыңдар, соттасты әрине. Ашқан кезде экспертизада ол нақты көрінбейді, ода уже тромбоэмболия болды да. Енді бұл жерде айтқым келгені, бұл әйелдің де туудағы мақсаты жаңа ұлды болғысы келген, либо қызды болғысы келген, сондай бір нәрсесі бар. Себебі алдыңғылардың бәрі бірыңғай ұл болды ма, либо қыз болды ма, сондай болған. И қорықпағанда да, ол туып жатыр ма, туа берем келесінде деген сияқты. Себебі әр жүкті әйел ол әр түрлі бомбада. Кейбір бомбалар болады, вовремя жарылып кетеді. Кейбір бомбалар болады, жарылмайды. Тұра береді да, сол күйінше. Сол сияқты қашан жарылатынын білмейсің. Сол случайды көргеннен кейін и оған виноват жаңа дәрігерді қылжыды ғой. Ары қарай тағдыры не болды ол дәрігердің? Дәрігер жұмыстан шықты, акушерство жұмыс істемей қойды. Сонымен біраз штраф төледі. Одан кейін қазір гинеколог, эндокринолог болып жұмыс жасайды. Ол өзі де радиозалға кіруге қазір мүлдем желаниясы жоқ. Сол ситуациядан кейін кіргім келмейді дейді. Себебі бұл жерден дәрігердің кінәсі болып тұрған жоқ қой, шын мәнінде. Бірақ бұны түсіндіру де оңай емес та халыққа. Енді 7 баланы көтеріп тұрып, өзіңде варикоз барын білмеген бе ол әйел? Білген, әрине прекрасно білген. Бізде мынандай ғой. Варикоз ба? Ол варикоз ғой. Бәрімізде шығады. Бәрімізде бар. Ничего страшного. Варикоз мен 6-ын туып 7-шінде бірдеңе болады дейсің ба? Ештеңе ғой, тоже өзім туып тастаймын деген сияқты ой ғой енді бізде халықта. Сондықтан ол варикоз деген ол өте опасный нәрсе. Ол өмір мен өлім деп түсіну керек ол нәрсені. Мысалы, аяғы ауыр әйелдің көтермей тұрып варикозы болды. Ол қалай күтінеді енді аман есен босанып алу үшін? Енді ол варикозды жоқ қылып жіберу мүмкін емес. Ол тамыр ғой. Ағаштың тамырын кесіп тастасаңыз, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-шіден шыға береді ғой. Сол сияқты ол тамыр ол.
ол қанша жерден тастасаң ол қанша қайтадан шыға беретін тамыр, ол оны жоқ қылып жіберу мүмкін емес. Ол үшін уақытылы дәрігердің бірге емін алу керек. Мысалы аспирин, элементарный аспирин, тромба 75 миллиграммда, чтобы тромбтарды ерітіп отыратын, анемиясын емдеу керек, қана сосудтарды созылып кетуін ыңғайлататын жаңағыдай цинк витаминін ішіп отыру керек деген сияқты дәрігердің тағайындауымен емдерін алып жаттығуларын жасап отыру керек. Егер ол нәрсені істемейді ма, онда ол асқына береді. Ол конечно уколдар бар, көрсетпей қоятын, жоқ қылып, ол разница жоқ одан. Ол бәрібір басқа жерден тамырланып шыға беретін нәрсе. Сонда сен өзіңде варикозың бар екенін білдің ба? Көтерген сәттен бастап әрекет жаса деген сөз ғой. Көтермей тұрып. Жаңа аяғына киетін шылкиларын киіп, компрессионум да, шылкиларын бәрін киіп жүру керек. Жалпы осы варикоз жаңағы аурумен кімге барады? Кімге барамыз сондаймен? Бұл бізде бөлек сосудистый хирург деген болады. Яғни сол сосудистый хирургқа бару керек, УЗИ-ға түсіру керек, әрине міндетті түрде да. Одан кейін барып гематологта жұмыс жасау керек, себебі бұл қандағы проблема болғаннан кейін гематолог да конца жұмыс жасап емдеп беру керек. Жалпы варикоз шығудың себебімен жұмыс жасау керек қой. Шығу себебі бірінші орында анемия ғой. Анемия и физическая нагрузка. Бізде халықта анемия бір аллергия деген сияқтымен бірдей ғой. Как нормально? Анемия, ой, нормально. Бесеуінде туғанбыз анемияны, өлген жоқпыз. Сол анемиядан ғой көбінесе аурулардың болатыны. Осы жақында біздің туысқанымызда болған нәрсені айтып берейін. Анемия болған и грипповать еткен. Оның айтуы бойынша мен грипп болып жүре бердім дейді. Басым ауыратын болды. Кезінде екінші босанғаннан кейін жаңа тура инсульт алып, содан кейін бас ауырып қоймайтын болып кеткен. Представляете, сол 15 күн бойы солай жүреді. Дәрігерге барады, үйтеді, бүйтеді. Сонымен 15 күннен кейін мынандай дәрілер ішіп келді. Бір айдан кейін барды, ол тағы да мынандай дейді. Сол бір айдың ішінде бір дәрігер оған общий анализ кровь бермейді. Жалпы қан анализін оған бермеген. Мен таңғалғанмын, оны терапевт көрген, оны невропатолог көрген, оны инфекционист көрген да. Бірақ біреуі де бермеген да. Мен таңғалғанмын сол кезде. Потом мен айттым, маған тапсырып келсінші қайтып сонысын деп. Тапсырған кезінде ода лейкоцит 120 ғой. Бізде нормада 6 болу керек лейкоцит, 120. Острый лейкоз. Яғни аққан ауруы да. Мен көрген кезде мен таңғалғанмын. Өзімнің жақын туысымыз, мен бірден онкологияға жатқызып қойды ол кісіні. Енді Аллахтың қалауымен енді қазір жүр, тромбоциттің бәрі түсіп кеткен. Қазір тромбоцит 20 болса да, бізде дәрігерлер бар, не істерін білмей жүрген. Тромбоцит 20 не істесек болады деп жаңа чатқа жазған кезде мен шок боламын. Қайсың деді, тромбоциттің не екенін білмейсің. Тромбоцит деген ол қанның ұюына жауап береді. Значит, сұйық қан, ода қан кетіп қалады қазір. Жоқ 20 екен, сол не істесем екен деген сияқты чатқа жазған кезде мен айтамын, сен элементарный бірінші курстың жалпы қан анализін талдауды білмесең, қалай сен дәрігерсің? Дұрыс па? Сол себептен қазір дамыған заманда енді бізде будущем сіз дәрігерге жазылуыңыз оңай болмайды. Дәрігерлердің барлығы платный болады. Гостағы дәрігерлерге. Госта бәрі сондай болады. Алдағы уақытта біз дамыған мемлекеттер қатарына қосылуымыз үшін біз осындай боламыз. Неге қазір частный клиника көбейіп жүрді? Себебі страховка пайда болды. Халықты алсын деп. Енді страховка төлеп отырсыз ғой, енді платный деген сөз ғой енді бұл. Енді сол бойынша сен еріккеннен қазір ештеңе бармайсың, барып мен жай тексерілейін деген деген нәрсе болмайды. Сен басым ауырған деп скорый шақыра саламыз ба қазір? Олай шақырамайсыз уже. Ем де бермейді. Иә. Қазір үшін штраф салуы мүмкін. Беспредел шақыру, экстренный нәрсеге шақырмай әшейін беспредел шақыру, ол уже штраф болады. Будущем біз сондай заманға көшеміз уже. Себебі соған келе жатырмыз міне. Дәрігердің өзінің консультациясын алу да оңай болмайды. Мысалы Америкада гинекологқа бару үшін 2,5 ай алдын жазылады. Әшейін дәрігерге бару үшін. Соның ішінде мысалы маған Афғанстаннан, Палестинадан келгенде келіп жатады да елдер. Олардың өзі дәрігерге бару үшін 1,5 ай алдын жазылады записке. Турция елдерінде дәл солай. Ояқта да сонша алдын жазылады дәрігерге. Неге? Себебі ояқта қазіргідей кіресің, теуіп тұрып, яшей деген сияқты қылып шығу ондай жоқ қазір халықта да. Ол бәле қорлансаңыз да уже сізге ешкім көмектеспейді. Сол себептен әрбір адам, әрбір әйел міндетті түрде элементарный жалпы қан анализін талдауды білу керек. Сауаттандыру керек. Иә. Себебі қазір бұрынғы математика қазір жоқ. Қазір бірінші класс математикадан деп шок болады. Мен қай жылы оқыған едім, 5-ші класста оқыған сияқтымын, вроде 7-ші класста оқыдым ба деген сияқты. Ол бірақ бірінші класста. Қазір сен 6 айлық балаға бер, айфонын шашып тастайды. Сен білмейтін программаларға кіріп кетеді қазір. Бәрін бүйтесің ғой деген сияқты үйретіп тұрады примерно да. Сол сияқты қазір ана өзінің баласымен тең қылып, оның баласын түсіне алатындай болу үшін элементарно соны білу керек. Үшім ауырмаудың жолын іздеу керек қой. Немесе сен қалтаң тосылып ем алумен жүресің, болмаса алдын ала жаңағы профилактикаларды жасап, өз ағзаң неден тұрады, өз ағзаңда не болып жатыр деген сұраққа сен бірінші очередь әр әйел өз жауап беру керек болып тұр ғой. Иә.
әйел бақытты боламын десеңіз, бақыт ол бірінші орында денсаулық қой. Денсаулығыңыз мықты боламын дейтін болса, элементарно сол екі анализ болса тіпті жақсы әрине, хотя бы жалпы қан анализін, яғни ол жерде жаман ауру бар жоқ нақты біле аласыздар. Екіншісі қандай? Біз қазір тұрамыз, өзіміз сразу грипп десе жүгіріп барып зитмақ алайық деп ала береміз ғой, мысалы антибиотикті неше түрлісін деген сияқты, флемакс соблюдап па, давай деп. Самолечение, да. И сол арқылы қалай біз кишечниктен улап жатқанымызды білмейміз. Балада микрофлора дұрыс емес екенін түсінбейміз. Кишечник бұл біздің ең негізгі иммунитет екенін түсінбейміз. Ол дұрыс емес, бұл балада иммунитет жоқ деген сөз. Лучше сол саған зитмақ дегеннен гөрі саған ферталь деп ферталь беріп жүрген, оны дұрысырақ та, негізі былай қарап тұрсаңыз. Оның үстіне антибиотикті алып, мынауны іше берем, пробиотигі ақша жоқ оған. Қоя саламын. Біз таңдаймыз ғой, так, мынау маған керек, не үшін берген витаминді былай, мынау зачем деген, мынау керек екен деп та, осылай таңдап. Дәрігерден шыққаннан кейін, иә, толыққанды алу жоқ қой. И соның кесірінен біз өзіміз иммунитетімізді бұзып, онымен жұмыс істеуіміз қиындап кетеді. Мына жерде жақсы сұрақ жаңағы айттың, сауаттандыру. Жалпы өзіңіз қалай сауаттандырып жатсыз, қандай әрекеттер жасап жатсыз? Жарай түсіндік, әйел адам бірінші өзі сауатты болса, оны ешкім алдай алмайды, оны ешкім жаңағыдай дұрыс диагноз бермей, жаңағыдай өлімнен өзін сақтап қалады. Ал енді сіз қандай жолмен сауаттандырып жатсыз? Мен шынымды айтсам, күлкім келеді қазір есіме түссе. Бірінші кезде мен жаңағы Инстаграм парақшаны ашқан кезде неше түрлі емдерді естіп жатамын ғой, сол кезде қынаптың не екенін білмейтін әйелдер болатын. Мен айтады, қынап деген аптекада сатыла ма дейді. Мен күлетінмін, аптекада сатылмайды, ол сенің қынабың ғой, ол қай жер деп жаңағыдай да. Сондай сұрақтар болатын, жаңағыдай енді өте ақымақтардың сұрағы болатын, әрине енді көз жабық қой, халық оны білмейді ғой. Жаңа сондай сұрақтар қоятын, соны айтатын, әйелде неше тесік болады өзі? Біз қай жерімізден босанамыз өзі деген сияқты. Оны айту енді ол ұят қой. Ұят деп санайды ғой. Бізде ұят. Бірақ оны білу керек қой әйел оны. Сосын жаңағыдай дәрі емдер жазып берген кезде свечи деп вагинальный саласын деп дәрігерлер беретін болса, біреулер свечиді ішеді ғой жаңағыдай. Дәрігер маған басқа нәрсеге ауыстырып беріңізші, дәрігерім берген еді, мен зорға өліп кетейін деп ананы іштім, невозможно, май екен деп жаңағы свечиді ішіп алатындар да бар ғой енді аспасын. Сол сияқты жаңағыдай бұрынғы кезбен қазіргі сұрақтарын көрсем күлкім келетін да. Бұрынғы кезде енді өте сондай болатын, ол кезде Инстаграмда дамымаған кез болатын, бірақ альхамдулилля осы Инстаграмның бір керемет бізге пайдасының тигені қазір ондай сұрақ қоймайды. Қазіргі әйелдер дамыған. Сіз неге олай жасайсыз? Мынаны дұрыстап жазыңыз деп олар маған үйретеді. Қыши берудің бәрі кальпит емес деп олар маған жазады уже. Опущение менде екінші степень, ректоцеллі, менде цистоцеллі деп олар уже грамматиканы біледі. Альхамдулилля, олар уже қазір сауаттанып жатыр. Былай қарап мына сол 2018-19 пен 23-дегі разница 4 жылды көретініміз, 4 жылда біздің әйелдер кәдімгідей дамып кеткен. Қазір спокойно олар либидоны түсінеді, олар житочканы түсінеді, олар қынапты біледі, матканы біледі, қазір бүкіл нәрсені почти что олар біліп келе жатыр. Енді арасында бар бірнешеуі, бұрынғыдай көп емес. Енді бұрынғыдай енді өте көп сұрақтар болатын бізде. Осы жерде 2020 жылға келген коронавирусқа рахметімізді айту керек шығар. Коронавирус келу арқылы онлайнның күші көбейіп, адамдар деген өзінің білімімен бөлісе бастады ғой, былай айтқанда. Иә, бірақ бір жағынан тағы да бір плюсы сол коронавируста. Біздің Қазақстан байтып кетті ғой. Аллаға шүкір. Соның арқасында қазір көп нәрсе бізде дамып кетті, түсініп қалды, халық та түсінетін болды. Бұрын ізденбей тупа жүре беретін болса, қазір жан-жақтан іздейтін болдық, зерттейтін болдық, ауруымыздың түрлі вариантын зерттейтін болдық, соның шынайылығын қарайтын болдық деген сияқты да. Енді арасында рекламаға ұрып қалатынымыз бар, енді реклама деген ұрып тастайтын нәрсе ғой былай айтқанда. Бірақ көз ашылды. Енді осы рекламаға ұрынбай, нағыз экспертті қалай танимыз? Шынымды айтсам, олардың рекламасы мен өзім алданып қалған кездер болады. Анда бір свечи жазған екен, тампон ба? Атын айтпай қояйын дегенмен WhatsApp-ны жазып, мен сертификаттарыңыз бар ма деймін жаңа. Бүкіл сертификатын жіберді, бір 9 қағаз кемінде, енді осына міні біздің сертификат жіберді. Оны оқытқан біз жоқ жаңағы. Сертификат, мен соны ойымда да болмаппын, өзіме жіберіп алу деген, сақтап алу деген сияқты. Сонымен жаңа сұраймын, точно бәрін кетіремін? Эрозияңыз бәрін кетіп жатады, миомаңыз іртік болып түседі, анау үйтеді, мынау бүйтеді, ауруларыңыз бәрі күшті болып кетеді, даже сіздің асқазаныңыз қайдың жоқ болып кетеді, опущениеңіз бәрін кетіп тастайды деген сияқты неше түрлі айтады. Мынаны айтқан кезде бар ғой, мен өзімнің врач екенімді сеніп қалдым мынаның айтқан сөзіне. Сосын сату маман ғой мен жұмыс істеп отқан. Сосын мен сұрақ қойдым, оны сен қалай кетіресің, ол жара ғой деген сияқты бір-екі врачебный сұрақтар қойып кеттім да, енді байқамай байқаусызда кетіп қалды ғой енді менде де автоматом. Сразу мен дәрігер екенін білді да, тақ сертификаттарын бәрін өшіріп жатыр ғой. Өшіріп тастайды, сосын айтамын. Вот да, қарапайым халықты алдау қалай деймін да. Сол сияқты да, ол кезде мен өзім кейде сеніп қалатын кездер болады.
ойланып тұрып мынаны мен алып ішіп көрсем екен деген сияқты нәрселер кетіп қалатындар болады да. Сол себептен енді эксперттен ол ажырату, мне кажется, ол оңай нәрсе емес. Ол үшін сіз одан қарай сауатты болып тұру керексіз. Бірақ менің өзімде алдыма келген әйелдер бірінші маған бүйтіп қарайды, бүйтіп бастан аяқ деп қарайды, міндетті түрде. Жанына телефонын, жаңа машинасының кілтін бүйтіп қойып қояды, әдемілеп тұрып, сөйтіп түрме қарап отырады, ештеңе айтпайды. Тек қана сен айту керексің. Сұрасаң, иә, жоқ, бар, болды. Сол 4 сөзден басқа ештеңе айтпайды. Неге? Ол мені сынап келіп тұрған, мен көріп тұрмын, сезіп тұрасың, уже білініп тұрады. Сонымен жаңағы шешіндіріп болған, сен мына жерің ауырады екен ғой, сен асқазаның ауырады, саған жағымсыз дәм келіп жүр екен, сен өтің толыпты ғой, сен басың ауырып жүр деген сияқты бір-екі симптомдарын тапқаннан кейін барып шалқасынан жарылқап уже, иә, мен мына жерім ауырып жатыр, мен өйтіп жатыр. Қаяқтан біліп қойдыңыз сіз? Сіз сені балгерсіз ба? Неге тамырды бәрін көріп тұрмасың деген сияқты неше нәрселер айтып жаңағы күлетініміз бар. Сол айтып береді, өздері потом бәрін айтып шығады да. Ол кезде сен әлі анализ қарамайсың, анамнезбен ғана. Да, анамнезді жаңағыдай ғой, иә, жоқпен ғана жинап алдық қой, оны қарағанда жоқпыз. Потом енді ну ладно, шешіндіріп көрейін деген көрген кезде енді ағза деген айтып қояды ғой, ол көзің сенің айтып қояды, не істеп тұр. Қаймаған тамыр саңыз, тамырдың ритміне қараймыз да біз. Ол қалай соғып тұр, давление түсіп тұр, жоғарылап тұр, жүрек қалай деген сияқты нәрсемен элементарно тамырдың соғуы арқылы жаңағыдай көз тигенде көруге болады негізі да, былай қарап тұрсақ. Себебі оларда қатырақ деген сияқты да. Сол сияқты сен балгерсің ба деген сияқты айтады маған. Сен көріп келсің бе, кімсің деп та. Мен балгер емеспін деймін да, мен ана жын шайтандарым жоқ десең. Ол да бір жақсы ғой, сен ауруларың бәрін айтып берсе, сен білесің да, емдейсің, сен лишний раз ақшаң кетпейді деген сияқты. Бірақ маған ешқандай жын шайтан бермейді ондай сын ше, подкастқа ше. Поэтому мен чисто оның тіліне қарап, бұл білім. Бұл білім, мысалы тілін шығарған кезде, оның жоғарғы бүйіріндегі налет, ол өттің ауырғанын білдіреді. Екі жанындағы налет, ол асқазан ауырғанын білдіреді деген сияқты. Ол мен чисто сол арқылы білемін. Мысалы көзін ашқан кезде де сол тамырлар арқылы білемін. Тамырдың көбеюі арқылы, ол жерде черепное давление бар ма, жоқ па, ол жердегі бастың қызметі, может баста ісік бар ма да, сүт безін сығу арқылы да, может оның микроаденомасы бар шығар, ода сүт жоқ тұрған болса да кистасы бар ма дегенде, бұл саусақ. Мына саусақтың ұшы бізге өте маңызды. Сол және дәрігерлердің барлығы ауыр нәрсе көтермейді, байқасаңыздар. Неге? Себебі мына саусақтың ұшы бізге бүкіл сезімталдықты айтып беретін нәрсе. Әшейін пульс арқылы оның жағдайының қалай екенін, олар өлейін деп жатыр ма, или талып құлап тірі ма, өлі ма деген сияқты элементарны да. Соны бәрін айтып беретін сияқты. Сол айтамыз. Солай айтқан ғой жаңағыда, анауыңыз бүйтіп тұр деген сияқты. Ана әйел уже күле бастайды, жайқалып, жадырап, бәрін айта бастайды да. Сосын шыққан айтады, балгер екен деп. Енді артын айтатындар бар, үйде балгер екен деген сияқты. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Сол бойынша емін алып сөйтіп жіберемін. Солайынан білесің да, енді эксперт мамандар да сол ғой. Солайынан біледі. Енді мен бұл жерде эксперттердің бәрін былай жаман деп айта алмаймын. Әр адам өзінің білгенінше ем береді. Себебі мен де сондай болғам кезінде. Мен өзімнің миым жеткенінше ем беретінмін. Мен де білген жоқпын. Бұны жалықты мен көп нәрсе білгенмін. Мен әлі күнге дейін көп нәрсе білмеймін. Кейде сабақта оқыған кезде оқып отырамын, жаңағыда Германияда оқыған кезде тыңдап отырмын, айтамын, настолько я такая тупая деймін да, ішімнен қарап тұрып, түк білмейтін сияқтымын да. Турцияға барған кезде операцияны көріп отырмын, енді істеп отыр, жаңағы вагинопластика, біздікілер өтірік вагинопластика ғой, былай қарап тұрсақ. Шынайы вагинопластиканы көрген кезде мен аузым ашылып, мен элементарно осыны да білмеймін ба дедім да. Көрдіңіз ба, мен қаншалықты ақымақпын деймін да, қаншама нәрсені білмейді екенмін ше. Өзінше бәрін білемін деп қоямын, мынау оказывается білмейтін нәрсем көп та. Сол сияқты ол әр білім алған сайын өзіңнің ақымақ екенін түсінесің. Білімді бөлісу де бұл теңіз сияқты дейді да. Сен бөліскен сайын теңіздің суы таусылмағандай білім келе береді, күйе береді. Мен өзім практикамда талай көргенмін, қаншама дәрігер оқыттым, бірақ оқытқан сайын маған жаңадан білім көбейе береді. Мен алдыңғы оқытқанның ішінен қателіктер тауып жатамын ғой кейде. Сол сияқты оқыған білім бұл практикамен бірге нығайатын нәрсе. Екеуін бірге біріктіретін дүние екенін түсінемін. И оқудың ең күшті уақыты таң намаздан кейінгі уақыт екен. Соны түсіндім. Миың тынық болып тұрған кезде, жаңағыдай жұмысқа әлі кіріспеген кезің, дұрыс айтады ғой, таңғы уақытта береке бар деп. Жаңа енді мына роддом туралы айттық қой. Мен соңғы кезде бір роддомның қасынан өтіп бара жатып бір байқағаным, неге терезелеріне решетка қояды? Жарайды, ол түрме болса мен түсінемін. Роддомда решетка қойғанын мен түсіне алмадым. Роддомда байқасаңыздар, бар терезелер либо решетка тұрады, либо андай ашатын ручкасын алып тастайды. Құлталып тұрады да есік, сол терезе солай ашып тастайды. И сол үшін ол жақ өте ыстық болады. Оның негізгі сыры послеродовая депрессия дейміз ғой біз. Мына кейбір әйелдер қатты жаңағыда депрессияға түседі. Енді тоғақ деген оңай нәрсе емес, тырнақтың ұшы, шашының ұшынан ауырып кететін нәрсе. Қатты ауырсыну болған кезінде шыдай алмай өз-өзіне өлім жасайтындар бар. Бізде бір рет болған, осы Нұрсаттағы роддомда болған, әйел жаңағыдай босанады да, босанып болғаннан кейін терезеден секіріп кетеді.
өзіне қол жұмсайды, өліп қалады, кәдімгідей өлімді қалап тұрады. Ол туып алдым шүкір деген нәрсе, ол түсінетіндер де бар, бірақ солардың ішінде депрессияға беріліп кететіндер де бар. Ол жерде жаңағы физически ауыр болған босану барысында ауырлыққа емес, мына мидағы жұмыс па сонда? Бұл мидағы болғанда Раббымыз айтады ғой, әрбір босанған әйел бұл жаңа туылған ана дейді. Жаңа туған бала секілді сенің бүкіл күнәңді кешіріп жіберемін дейді. Міне, ол бүкіл күнәсі кешіріледі, себебі оның бүкіл ауруды сезінетіні ғой. Оның сіз бүкіл денен бәрі, ол мүмкін емес қой, бүкіл ауырады ол. Ажырап қайта келу. Какой-то минуттық, секундтық ауырсыну, бірақ сол бәрін сезеді да. Енді әйелге жаңа әйелдер болады, адамдарда ауырсынуға төзе алатыны болады, төзе алмайтыны болады. Енді бәрі бірдей бақытты емес қой әйелдер. Біреулер жаңа семьясымен ұрысып келген болуы мүмкін, біреулер амал жоқ көтеріп келген болуы мүмкін, біреу күйеуімен қырылып келген болуы мүмкін, біреу күйеуі алкаш болуы мүмкін деген сияқты бір нәрсемен келген, өзінің стрессімен келіп туған әйелдер болуы мүмкін да. Сондай стресспен жүрген әйелдер депрессия өте қаттырақ өтеді да, олар сразу бұл өмірдің маған керегі жоқ деп жаңағыдай өзіне қол жұмсап кетеді. Сол қол жұмсамауы үшін сондай жағдайларда жаңағыдай бүкіл жауып тастаған, яғни өзіне қол жұмсай алмайтындай жағдайлар жасалынып кеткен. Оның негізі бүкіл сыры сол жерде. Ол ойлайды жағдай сондай болу керек те, негізі ондай болу емес. Просто әйелдің жағдайы үшін ғой бұл да. Мемлекет солай бір өзін бір алғы шартта жасап отырады ғой, енді дұрыс қой. Әйел өзін бақылай алмаса, ұстай алмаса, сондай өлімге де қауышуы мүмкін. Жалпы рахмет, бүгінгі сұхбат өте қызықты болды, мен үшін қызықты болды, көрермендерге де көп ақпарат, дұрыс ақпарат, пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймын. Біздің Сичапарнаның клиникасында болатын пациенттермен ем шаралар қалай болып жатыр. Енді біз Инстаграмда көп нәрсе сала алмаймыз, бізге ол жақта запрет бар. Телеграм каналында ашық, жақсы түсіндірілген, фото, видеомен ашық түсіндірілген контенттерді беріп отырамыз. Сол үшін төмендегі ссылкамен өтіп, телеграм каналға жазылып қойсаңыздар болады. Рахмет сізге де үлкен, өте қызықты сұхбат болды деп ойлаймын.